Берік, амансың ба? Мен ғой, общем, хозяин квартиры маған соғып жатыр. Общем, квартираны 600 мыңға жалдат деп жатыр. Орыстар келіп жатыр, біз кредитті жабуымыз керек дейді. Інім ренжіме, мана қалған күннің ақшасын өзіңе қайтарып беремін. В общем, квартираны босата ғой, інім. Өйткені дейтін, мана осы проблема, осы Россияда болған проблема пайдаланып қалды. Біздер тек кредитімізді жабайық, ол кредитке алынған еді ғой, қырғын ақша төлеп отырмыз. Соның қате болса да төлей берейік, анау мынау дейтін ештеңесі жоқ. В общем, сол інім квартираны босату керек срочно. Сәлеметсіз бе? Мен қазір данный момент шыға алмаймын. Неге сіз ертерек ескертпейсіз? 14 күн алдыңыз, негізі 14 күн бұрын ескертіп қою керек деді. Ондай нәрсені. Мен квартира іздеп көрейін. Но бізге ақшаны толмай беріңіз, 200 мың теңге. Мен 100 мың теңгемен шыға алмаймын. Мен қазір риэлтормен де сөйлестім. Но мен қазір квартира тапқанша шыға алмаймын. Жоқ, мен саған 200 мыңды қайтармайын, сен тұрған күніңді не, мен саған әншейін тұрғызып қойды деп отырсың ба, інім? Мен саған айтып тұрмын ғой, жағдай келе, сен мен 600 мың төле де тұра бер. 600 мың төле алмайды екенсің, шығамыз. Мен де дейтін қазір, інім зеком ұрсып отырмай ма мен сен үшін дейтін. Болды, шығамыз, інім. Төлейтін болсаң төле, төлемейтін болсаң шығамыз, болды. Менің шаруам жоқ, сен де менің кредитімді төлейсің ба? Қатырасыңдар сен дейтін, мен дейтін, анау мынау мен білмеймін, квартира менікі, болды, шығамыз, інім. Адамгершілікті президенттерден сұра, маған ешкім көмектесіп отырған жоқ. Інім, онда қазір участковыймен келгенде шығарып жіберемін сені, все. Так, Берік, в общем, былай, сендер дейтін 12-ші неде кіріпсіңдер, сентябрьде қазіргі уақытқа дейін 12 күн, в общем, 79.200-ді қой деп тұр, інім. Ақшасын бер, 79.200 шықсын деп жатыр сендерге. Мен қазір ол үйді суточный жалдаймын 20 мыңнан. Өйткені кредиттерді төлеуіміз керек, мынандай шансты пайдаланып қалмасақ, маған бермейді ешқандай ақшаны. Мен дур емеспін ғой, мұндай шансты пайдаланбай отыра беретін. Так что давайте шығамыз, қазір мен ақшаңды, қазір барам саған, квартираны босата ғой. Мен өзім квартираның бүкіл документімен барам да, участковыймен барам, болды. Берік, тағы да бір квартирам бар, солардың бәрін кісілер бәрі шығамыз деп жатыр, шығарып жатырмын. Мен суточный жалдауым керек десе тек анау мынау дейтін бәлен төгені жоқ. Ақшамды қайтарып беремін. Тұрған 11 күннің ба, неше 79.200-ді шегіп таста, 200 мыңнан қалғаны 20.800 ба, соны да қайтарып беремін, болды, шыға қойдым. Анау мынау дейтін ештеңесі жоқ. Қазір ешкімді жеңбейді, милициямен барам да, болды. Өз үйім, өзім білемін, не істесем. Өзім тұрғым келіп тұрғанша. Сен не шаруаң бар, мен саған шық деп тұрмын ғой, болды. Баста қатырмай шығамыз қазір.